Қазақстанда «Мошенники» телехикаясының екінші маусымы шықты. Нақты өмірдегі алаяқтық схемалардың негізінде түсірілген туынды жабық көрсетілімде таныстырылып, актерлар, журналистер мен блогерлер алғашқы 2 сериясын тамашалап үлгерді. Түсірілімнің бас серіктесі қазақстандық Каспий KZ инновациялық компаниясы. Вы что, угораете, что ли? Я не верю. Ау? Выключи камеру. Неге? Сол? По вам видно, что вы мошенники? Кто нам будет закидывать деньги? Ты же неестественно играешь. А ты мать, ты почему не плачешь? У тебя ребенок болеет. Экранда қазақстандық «Мошенники» 2 телехикаясының жабық көрсетілімі. Жалған қайырымдылық, көлік пен пәтер сатып алу, интернет-фишинг. Сериалдың басты мақсаты көрерменге ақпарат беріп, алаяқтардан қорғау. Фильм авторлары алаяқтық схемалардың ішкі механизмін ашып көрсеткендерін айтады. Сериалдың бас серіктесі қазақстандық Каспий KZ инновациялық компаниясы. Жобаның идеялық шабыттандырушысы, продюсері, әрі басты рөлді сомдаушы қазақстандық танымал актер Рүстем Омаров болды. Біріншіден үлкен кейстер болды. Бірінші сезонда лайтс версия болды да. Енді екінші сезонда үлкен қиын мошенничестволарды көрсеттік. На опережение дейді ғой. Енді заранее көрсетіп жатырмыз. Каспий KZ көп рахмет, алғысым сізге шексіз. Осы жоба жоғары деңгейде түсірілді. Түсірілім жұмыстары 48 күнге созылған. Фильмге арналған кейстер мен бірегей оқиғаларды жинауда Ішкі істер министрлігі, Антикор, прокуратура мен қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігінің қызметкерлері көмектескен. Кез келген жастағы адамға түсінікті, тың ақпараты өте көп телехикая. Сондықтан да барлықтарыңызды «Мошенники» 2 маусымды көруге кеңес беремін. Телехикаядағы кейіпкерлердің бірін актриса Таңшолпан Кинжимбетова сомдаған. Оның кейіпкері күйеуімен бірге Стамбул қаласынан 145 мың еуроға пәтер сатып алады. Осылайша ол алаяқтардың құрбанына айналады. Мен рөлім енді алданған құрбанның рөлін ойнаймын. Сен алданғаныңды білген кезде барлық жаның кетіп қалғанда эфирде боласың. Осы сериал негізінде барлығы қарау керек деп ойлаймын. Бұл жай ғана бір ойын-сауық жоба емес. Бұл халықтың көзін ашатын жоба. Сондықтан көбірек халық көрсе екен дейміз, әке-шешеміз көрсе екен дейміз. Қазір мынау жасөспірімдерге шығып жатыр екен, тіпті. Солар көрсе екен дейміз. «Мошенники» 2 сериалы басты зұлым кейіпкер Дамирдің оқиғасымен аяқталмайды. Керісінше көрерменге көктемде кинотеатрларға шығатын атауы бірдей толық метражды фильмді ұсынады. Айта кетейік, Каспий KZ қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігінің қолдауымен арнайы ойын форматындағы бейнероликтер сериясын іске қосты. Бұл қазақстандықтарға алаяқтардың айла тәсілдеріне қалай алданбау керегін түсіндіретін қаржылық нұсқаулық. Барлық бейнероликтерді Каспий KZ-тің YouTube-тегі ресми парақшасынан көруге болады. Назерке Ержанқызы, КТК.